Баршаңызға сәлем. Бүгін 83-ші сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Бұл сабақта біз өз білімімізді тексеріп, көбейту және бөлуге берілген есептерді орындаймыз. Біз әртүрлі арифметикалық амалдары бар өрнектердің мәнін табуды, көбейту мен бөлудің компоненттері арасындағы өзара байланысты анықтауды, санға көбейту кестесін құруды және оны есептеулерді қолдануды, ақша мен әртүрлі әрекеттер орындауды, көбейту және бөлу амалдарына берілген есептерді шығаруды үйрендік. Бірінші есеп: өрнектердің мәнін тап. 200-ді 3-ке көбейтсек 600 болады. Яғни бұны 200-ді көбейту 3 деп орындаймыз. Сонда 600-ге тең. 57-тен 39 азайтсақ 18. 300-ді 5-ке бөлсек 60. 64-ке 27-ні қоссақ 91. 204-ке бөлсек 50. 100-ді 3-ке көбейтсек 300. 7-ні 4-ке көбейтсек 28. 23-ке 57-ні қоссақ 80. 84-тен 26-ны азайтсақ 58. 45-ке 30-ды қоссақ 75, оған 15-ті қоссақ 90, 90-ға 10-ды қоссақ 100 болады. 35-ті 5-ке бөлсек 7 болады. 33-ке 14-ті қоссақ 47, 47-ге 26-ны қосатын болсақ 73-ке тең. Екінші есеп: тапсырмаларды орында. А. Бөлінгіш 28, бөліндінің мәні 4, бөлгішті тап деген. Ендеше бұл жерде бөлінгіш белгілі екен, бөліндінің мәні белгілі. Бөлгішті табу үшін бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. Сонда 28 4-ке бөлсек 7 болады. Кейінгісі: 9 бен 5 сандарының көбейтіндісінің мәні неге тең дейді. Демек, оны көбейтіп орындаймыз. Ал бысында 27 мен 3 сандарының бөліндісінің мәнін табуымыз керек, яғни 27 мен 3-ті бөлеміз. Высында 4 санын 5 есе аттыса қандай сан шығады дейді. Ендеше 4-ті 5-ке көбейтіп табамыз бұны. Ал г-сында 18 санын 2 есе кемітсе қандай сан шығады дейді. Демек, бұл жерде 18-ді 2-ке бөліп табамыз. Бірінші тапсырма, яғни асын орындаймыз. Бөлінгіш 28 болса, бөліндінің мәні 4-ке тең дейді. Біз бұны 28 4-ке бөлу арқылы бөлгішті табамыз. Демек, 28 4-ке бөлсек 7 болады. Демек, бөлгіш 7-ге тең. Әсі: 9 бен 5 сандарының көбейтіндісі 45-ке тең. 27 мен 3-тің бөліндісі 9-ға тең. 4 бен 5-тің көбейтіндісі 20-ға тең. Ал 18-ді 2 есе кемітсе 9 шығады. Үшінші есеп: 9, 5 және 45 сандарын пайдаланып 4 тура теңдік құр. Демек, бұл жерде 4 тура теңдік құратын болсақ, бірінші 9-ға 5-ті көбейтеміз, 45 болады. Енді бұған орын ауыстырып орындаймыз. 5-ті 9-ға көбейтсек те 45, көбейткіштерінің орнын ауыстық. Енді өзара кері амал, бөлу амалын құрастырамыз. Көбейтіндінің мәнін көбейткіштердің біреуіне бөлеміз. 45-ті 9-ға бөлсек 5 болады, 45-ті 5-ке бөлсек 9 болады. Төртінші есеп: көбейту кестесін пайдаланып өрнектердің мәнін тап. Демек, көбейту кестесін пайдаланып өрнектің мәнін табатын болсақ, 7-ні 2-ке көбейтсек 14. Мына жерде көбейткіштерінің орнын ауыстырғанбыз. Демек, 2 мен 7-ні көбейтсек бәрібір 14 келіп шығады. Ал енді көбейтіндінің мәнін 2-ке бөлетін болсақ, 7 келіп шығады. Екінші көбейткіш келіп шығады. Демек, 14-ті 2-ке бөлсек 7, 14-ті 7-ге бөлсек 2 келіп шығады. Кейінгісі: 9 бен 5-тің көбейтіндісі 45-ке, немесе 5 бен 9-ның көбейтіндісі де 45-ке тең. 45-ті 9-ға бөлсек 5, 45-ті 5-ке бөлсек 9. Бесінші есеп: көбейтіндіні бірдей қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз және олардың мәнін тап. 30-ды 2-ке көбейтеміз. Бірдей қосылғыш түрінде жазатын болсақ, 30-ды 2 рет жазамыз. 30-ға 30 қоссақ 60. 40 көбейту 2-міз, яғни бұл 40 қосу 40 болады, бұл 80-ге тең. 200 көбейту 3-міз, 200-ді 200-ге қоссақ 400, оған 200 қоссақ 600. 100-ді 5-ке көбейтсек, 100-ден қосылғыштарын 5 рет жазамыз, бұл 500-ге тең болады. 300-ді 3-ке көбейтеміз, бұл 300-ді 3 рет жазамыз, бұның қосындысы 900-ге тең болады.
200-ді 5-ке көбейтеміз. Бұл 200-ді 5 рет жазамыз. Бұлардың қосындысы 1000-ға тең болады. 6-шы есеп, есептерді шығар. 3 қораптың әр қайсында 5 кәмпиттен бар. Осы қораптарда барлығы қанша кәмпит бар? Дәптерге берілген жазаламыз. Қораптардың саны 3, әр қайсында 5 кәмпиттен барлығы неше кәмпит бар екенін табу үшін 3-ті 5-ке көбейтеміз. Демек, жауабы 15 кәмпит бар. 6-шы есептің әсі 12 алма 3 тәрелкеге тең бөлініп салынды. Әр тәрелкеге қанша алмадан салынды? Берілген жазаламыз. Қысқаша алма 12, тәрелке 3 екен. Әр тәрелкеге неше алма салғанын табу үшін 12-ні 3-ке бөлеміз. Бұл 4 болады. Демек, жауабы әр тәрелкеге 4 алмадан салынды. 7-шы есеп, амалдарды орында. 500 теңгеге 200 теңгені қоссақ 700 теңге болады. 20 теңгеден 5 теңгені азайтсақ 15 теңге. 30 теңгеге 100 теңге мен 70 теңгенің айырмасын қосуымыз керек. Жақшаның ішін орындаймыз. 100 теңгеден 70 теңгені азайтсақ 30 теңге болады. 30 теңгеге 30 теңгені қоссақ 60 теңге демек, өрнектің мәні 60 теңгеге тең. Одан кейінгі 80 теңгеден 50 теңге мен 20 теңгенің қосындысын азайтуымыз керек. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 50-ге 20-ны қоссақ 70 теңге болады. 80 теңгеден 70 теңгені азайтсақ 10 теңгеге тең. 8-шы есеп, есепті шығар. Сәкен дүкеннен сурет дәптерін сатып алды. Ол сатушыға 200 теңгелік 2 монета берді. Ал сатушы оған 100 теңге қайтарды. Сурет дәптері неше теңге тұрады? Дәптерге берілген қысқаша жазып аламыз. 200 теңгеден 2 берген, оған 100 теңге қайтарған. Демек, сурет дәптер неше теңге тұратынын табу үшін біз өрнек құрастырамыз. Яғни бірінші 200 теңгеге 200 теңгені қосып, Сәкеннің неше теңгесі бар екенін тауып аламыз. Бұл 400 теңге болады. Енді сатушы 100 теңге қайтарған болса, 400-ден 100-ді азайтсақ 300 келіп шығады. Демек, бұл сурет дәптердің бағасы. Демек, жауабы сурет дәптер 300 теңге тұрады. Осымен бүгінгі 83-ші сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.